Әшім ағам, бу баянымда өзімнің көрген және естігенді бөліспекпін. Соңғы кезде құлағы естімей қалып, 54 жасында мәңгілікке аттанған Әли атам тек намаз бен Құран оқып, бір жылдай Көкшетауда үйінде қатты ауырып жатты. Үлкен ұлы Исхақтың жұбайы, әкемнің жеңгесі Сұлушаш 2 қабат еді. Сол заманда әлі УЗИ тәрізді құралдар жоқ болса да, марқұм атамыз "Мен қайтамын, келін ұл босанады, оның есімін пайғамбарымыздың атасы Хашим құрметіне атаңдар" деп нақ бұйырыпты. Солай 1960 жылы танымал атамызды ел қайғырғанда туысты жұбатып Әшім ағам дүниеге келіпті. Әкемнің 2 ағасы, апайы мен қарындасының үйлері аралары өте жақын болғанынан, олардың балалары бәрі бір жанұяда еді. Үлкендер кішілерді демеп тату өсті. Туғаннан бастап өте зерек болған Әшім әулеттің балаларына үлгі еді. Өзі оқуға ерекше құмар болып, таңдарда ертерек тұрып, сабақтарға дейін мектеп оқулықтардан тыс қалың кітаптарды оқып үлгеретін. Өзім еркін оқып үйренгенімде, мені де маңайындағы кітапханаға апарып, мәтіндерді көрсетіп қызықтырған. Кітапханашы орыс кемпір ағамды өте ақылды деп көп мақтайтын. Әшім ағам маған оқитын кітаптар тізімін айтып, оқыған сайын соларды талқылайтын едік. Әлі интернет жоқ дәуірде оқымысты жұрт газетшіл, журналшыл, кітап құмар еді. Солай кең ауқымды зият иесі ағам жан-жақты білімге талпынды. Өзінің көргенін немесе естіген оқиғалар мен сәттерді және өткен туыстарымыз туралы сипаттап қызықты айтып беретін. Не туралы сұрасам, ағам терең жауап беретін. Мысалы, коммунизмді айтқаны бұл халықты алдауға арналған ертегі екенін, ал Мәскеу бүкіл кеңес одағын аямай сорып басқарар арамтамақ дегені әлі есімде. Әшім ағам әдебиет пен тарихты көп оқып, көне ұлттық құндылықтарды айтатын. Сөйлегені мазмұнды, салмақты еді. Арамдарға жоламай, үлкендерге кіші болып, інілер қарындастарға аға, жиендерге нағашы болды. Дүркіреп тұрған коммунист партиясы пропагандаға қарамай, ағам өте жас кезінде сыни санасы дамыған, ойшыл болғаны ерекше. Кейде күлдіретін әзіл әңгімелерін айтып, көңілдерді көтеретін. Әсіресе Жібек және Қалимат әкелерімен әзілдесіп ойнайтын. Онымен қатар, бала кезінен бастап Әшім ағам нағыз бокс әуесқойы еді. Бокстан соң велоспортты да шұғылданып, талай жарыстарға қатысты. Менің әкем Ораз жас кезінде сол заманда таптырмас спорттық құралдар зілтемір, штанга мен гір иеленіп, достарымен жиі жиналып, ауламызда соларды кезек-кезек көтеріп жаттығатын. Кейін осы штанга мен гір Әшім ағама өткен соң, оларды көп ермек етіп, ағамыздың насихаты адам ақыл ойы мен денесін тең дамытуы міндетті деп қайталайтын. Кіші сыныптарда анам көзімді тексертіп, көзілдірік кидірді. Сонда ағам, егер ақмақ балалар сені очкарик деп мазақтаса, оларды байқамаған болып, еңсеңді түсірмей жүре бер деген. Қоса үйреткені, қоймай тиіскен болса, онда көзілдірігіңді сақтап, шешіп тасаға қойып, әлгі жексұрынның тұмсығынан ұрған өте пайдалы, басқалар көріп, енді мазақтамайды деген. Өйткені ағамның өзінің басынан өткен жағдайлар, ол ертеректе көзілдірік тағыпты, және бұрын бокстан мұрны қанайтын екен. Солай өмір бойы ағамның үйреткенін амал қылып, мұрнымды алақаныммен илейтін әдетім бар. Бокс ұғымы бойынша соққыларда қанамау үшін мұрынды әрқашан әбден илеу қажет. Сонда қылтамырлар тез жарылмайтын болады. Көкшетаудың жұрты арасында Шанхай аталып кеткен қаланың шағын ауданы жан-жағы түрме мен сотталғандарды мәжбүрлеп еңбек еттіруге сол кезде арнайы 2 зауыты бар еді. Солай бала шағымыз бұрынғы қылмыскерлер мен көп ұлтты түрлі тентек ортада өтті. Қазақтар ашылық болды, ал өте ұйымшыл озбыр ингуштер саны басым еді. Сыныптастары айтқанда ежірек Әшім ағама да ингуштер топтасып талай жабылған. Бірақ ол боксшы болғаннан оларға әрдайым сыбағасын берген екен. Әшім ағам 10-шы сыныпқа көшкен жазда оның туған інісі, менен 2 жас үлкен Омар ағамды, мені және ол кезде кішірек інім Болатты Омбы қаласына қыдыртып саяхатқа апарды. Қызықтап пойызбен ұзақ жүрдік. Ертіс өзенді тамашалап, өмірімізде алғаш рет кемелермен серуендедік және үлкен қаланы араладық. Есімде қалғаны
Ағам айтқаны бойынша сол омбы тарихта қазақтың мекені екен. Көшеде кездейсоқ танысқан жергілікті қазақ әжей бізді үйіне апарып 3 күн қондырып қонақ еткен еді. Орта мектепті енді бітірерде Әшім ағам әдеттегідей Омар ағам мені және Болатты ертіп КДА зауытының моншасына бара жаттық. Жолшыбай парктен өткенімізде жастары ағамнан үлкен 3 бойшаң орыс жігіт біздерді тоқтатып, ақша талап етіп, жан-жақтан ағама жабылып кетті. Ер жүрек ағам төбелесе бастады. Омар ағам өзі бала болса да, әлгілерге қарсылық көрсетпек. Мен маңдайымнан қатты соққы алып, жерге ұшып түстім. Ал кішкентай Болат төбелесіп жатқандардың аяқ астында қалды. Ағамның шыныққан ауыр соққыларынан қорқып, оңбағандардың бірі оның басы мен денесіне бірнеше рет пышақ сұғып үлгерді. Сорғаланған қанға қарамай, қарсылық көрсеткен ағамнан әлгілер ақыры қашты. Емтихандардың орнына ағам ұзақ уақыт ауруханада жатты. Солай кенеттен сол жылы жоғары оқуға бара алмады. Жасы 18-ге толғанда ағамды Белоруссиядағы Лида қаласына ракеталарымен қаруланған әскерге әкетті. Ол жерде бүйрегінен суық тиіп, денсаулығы жарамсыз танылып, мерзімнен бұрын елге қайтып оралды. Дертіне қарамастан, ағам Қарағанды мемлекеттік университетінде физмат бөлімінде оқуды бастады. Университет басшылары мен ұстаздарының алғыстарын алғанымен, ауру асқынып, оқуын тәмамдауы мүмкін болмады. Айтылуы міндет. Әшім ағам өзінің бала кезіндегі өнерін, хоббиін дамытып, соны кәсіп етіп, танымал фотосалоны әрқашан клиентке толатын. Өзімнің көргенім, бір үлкен әйел суретке жағымды шықпаған екен. Сонда ағам әлгі кісінің көңілін жұбатып, төлемақысын алмады. Өйткені ағам өте адал және ақкөңіл еді. Осы заманда әркімнің смартфоны дереу сурет пен бейне шығарады, ал кеңес дәуірінде ол жоқ еді. Суретке түсудің өзі сирек болды. Әшім ағамның арқасында біздің бүкіл туысымыздың сол кезеңнен мол естелік жәдігерлік суреттер бар. Ағамыздың түсірген суреттерде өмірден өткен талай аталар мен әжелерді, ағайын туыстардың жүздерін көру мүмкіндікті бәрімізге қалдырған мирас екенін енді сезудеміз. Ұзақ емделді, бірақ гломерулонефриті еш жазылмады. Үйленіп те үлгермеген сүйкімді және білімді жігіттің өмірі өте қысқа, тек 24 жыл екен. Көңілі аса жұмсақ емес, әкем жеке қалғанда, енді мені құшақтап, кім ағатайым дейді, деп көздері жасқа толып қайғырғаны есінде. Марқұм Әшім Исхақұлы айналадағы қараңғылыққа нұрын шашып, жарқ етіп өшкен жұлдыздай болды. Иә, заман зымырап барады. Омар ағам үлкен ұлын Әшім атады. Бірақ жүректерімізді сыздататын сағынышымыз басылар емес. Осы күндерде ағамның құрдастары ардақты зиялы тұлғаларды көргенде ойлайтыным, шіркін ағам тірі болса еді, әлбетте өзі бір керемет, жетілген азамат болушы еді. Бірақ тағдыр солай жазылды. Өйткені жазмыштан озмыш жоқ. Менің каналыма жазылыңыздар. Әлі айтарым мол.